Құрметті телекөрермен, Тобыл тынысы бағдарламасы өзінің тікелей эфирлік жұмыстарымен қарата жалғастыруда. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Құрметті телекөрермен, егер де бізге хабарласып, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді немесе біздің студия төрімізге жайғасқан қонақтарымызға қояр сауалдарыңыз болса, онда 54-39-04 байланыс номеріне хабарласаңыздар болады. Біз сіздерді міндетті түрде күтетін боламыз. Ну и давай же представим наших сегодняшних гостей. Әрине. Бізде енді студия төрімізде мүмкін барлығы білетін шығар, яғни Шалқыма вокалдық домбырашылар ансамблі және жетекшісі Айнұр Сейітова. Қош келдіңіздер, жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік, шүкір, жақсы көңіл күйіміз. Өте керемет. Енді сіздерді осы бізде Алматы қаласында өткен Музик Талант халықаралық вокал аспаптар өнер байқауының бас жүлдесі иелендіңіздер. Жалпы осы бір жеңіспен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Енді сіздермен сұхбатымызды бастамас бұрын сіздерге арналған шағын бейнематериалымыз бар еді. Сол бір бейнематериалға назар салсақ, одан кейін әңгімемізді, сұхбатымызды әрмен қаратай өрбітетін боламыз. Құрметті телекөрермен, назарларыңыз экранда болсын. Өте керемет бір бейнематериал болды деп ойлаймыз. Енді біздің әріптестеріміздің жасаған видеосы, бейнематериалы. Жалпы енді сіздерді толығырақ таныстырып өтсек, жалпы Шалқыма ансамбль деп айтып жатырмыз. Яғни ішінде сіздердің өздеріңіздің жетекшілеріңіз Сейітова Айнұр және де Төлебаева Залиха, Альжанова Гүлмира, Мадиева Таншолпан. Қателеспесе, өте керемет. Енді айтып жатырмыз ғой, Музик Талант халықаралық вокал аспаптар байқауы дегенде. Жалпы енді осы байқаумен жүлделі орындарыңызбен құттықтай отырып, қалай өтті, сол жөнінде айтып өтсеңіздер бізге. Шалқыма осы вокалдық ансамблі біздің Қостанай ауданында Алтынды мәдениет үйінде 2008 жылы құрылған. Біздің қатысушылардың басында біз 3 қыздан бастадық. Жолмағамбет Сайына және Злиха Төлебаева және мен осы 3 қыз осы басында 2008 жылы құрылған болатынбыз. Содан бері біртіндеп құрам көбейіп және де ауысып отырды. Енді біздің жаңағы байқауға келетін болсақ, былтырғы жылы 23 жылы Алматы қаласында осы вокалдық аспаптар байқауына қатысып келген болатынбыз. Ол жерде жаңағы біз халық әндерін ансамбльдің орындауында шырқалды, әртүрлі облыстардан қатысушылар келіп, сол бас жүлдесі біздің қанжағамызға беріпті. Жалпы қай жақтардан келді, қанша қатысушы болды? Қатысушы деген әртүрлі жанрда болды. Ол жерде биде бар, әртүрлі аспаптық, жай ұлттық аспаптық өнерде көрсетті. Содан жаңағы біз сияқты домбырамен өлең айту, дәстүрлі әндер, бөлек-бөлек жанрлар болды. Сол біз өзіміздің жанрымыз жаңағы вокалдық аспаптармен ән айту, сол бағытта біз бақса таласқан болатынбыз. Сонда 7 қатысушы болды біздің неде байқауымызда, жанрда. Сол 7 қатысушылардың ішіндегі сол. Өте керемет, яғни түрлі бағыттарға бөлінді, бұл байқау. Енді осы бір байқауда қандай әнді енді өздеріңіз шырқадыңыздар? Біз ол жерде біз өзіміз
жерлесіміз Ерлан Құрманғалиевтің «Құрбымай» деген әнін шырқадық. Екі не болды. Сосын халық әні «Ауылың сен ергелай». Өте керемет. Енді осы тұста біздің көрермендерімізде көп күтіп қалмасын, керемет бір әуеннен немесе бір күйден дейміз бе? Енді сіздерге кезек бермес бұрын бізге келіп түскен қоңырау бар екен, иә? Енді, алло. Здравствуйте. Қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Менің атым Нұрая. Мен ағам Айбекті құттықтағым келеді. Өте керемет. Оған қарат ұзақ өмір тілеймін. Бүгін ағам 16 толып отыр. 56 жасқа, иә? 16. 16 жасқа, кешірім сұраймыз. 16 жасқа толып жатыр екен. Өте керемет. Аха, өзіңіздің есіміңіз қалай? Мен 12-де. Есіміңіз қалай? Аттым Нұрай. Нұрай, енді сіздің бүгінгі ағаңыздың келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз, иә? Енді бүгінге бізге тікелей байланысқа келіп жатқан қоңыраулар саны өте көп деп атасақ болады, иә? Енді бұл бізді қуантады. Тағы да біздің қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз бар ма? Иә, домбыраға қанша жастан Біздің кішкентай ғана көрерменіміздің сұрағы, яғни осы бір домбыраға қанша жастан бастап қатысып келе жатыр дейді. Қанша жастан бастадыңыз осы домбырамен айналысуды? Біз, мысалы, өз басым мектеп қабырғасынан бастадым. Бірінші сыныптан бастап сол мектеп аралық жырларды мектептің ішінен жанынан құралған ансамбльдерде сол бірінші сыныптан бастап мен Бәрімізде де, мысалы, мен ауылда өстім. Екінші сыныптан бастап сол домбыра, өзіміздің қазақтың қара домбырасын алып, ән айтып, терім айтып жүрдік. Яғни осы бір кішкентай кезден бастадыңыздар, иә? Балалық шақтан. Осы бір балалық шақтан бастаған екен, Нұрай. Әлі тікелей эфирдесіз бе, тікелей байланыстасыз ба? Иә, өте күшті. Менде домбыраға қатысам. Өте керемет. Домбыраға қатысады екен, иә, біздің көрерменіміз. Өте керемет. Жалпы енді Нұрай, сізді және сіздің ағаңызды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз, иә? Енді біз әрмен қаратай өзіміздің тікелей эфирімізді жалғастырсақ, иә? Енді біздің көрермендеріміз де күтіп қалмасын, қандай бір сіздің көрермендерімізге арнау әкелдіңіздер, қандай бір сый әкелдіңіздер, мархабат. Біз шалқыма вокал домбыра ансамблі бүгінгі сіздерге назарларыңызға қалғаны желбір жеккен деген әніміз. Мархабат. Айналайын қарағым-ау, алтыным-ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым-ай, көрмегел-ай көп айдың-ай, жүзі болдай есен аман жүрмісің жарқыным-ай, желбір жеккен желіп жүрген жайлауда біз бір бөккен-ай, желбір жеккен желіп жүрген жайлауда біз бір бөккен-ай, біздің ауыл сұрасың-ай, бел тұрғандай қайын ағаш майысар жел тұрғандай-ай, күннен айын басқаның-ай, не қылайын тал шыбықтай бір алып сен тұрғандай-ай, желбір жеккен желіп жүрген жайлауда біз бір бөккен-ай, желбір жеккен желіп жүрген жайлауда біз бір бөккен-ай, желбір жеккен желіп жүрген жайлауда біз бір бөккен-ай, желбір жеккен желіп жүрген жайлауда біз бір бөккен-ай. Өте керемет. Маргарита
клипті қалай ұнады ма өзіңізге? Очень понравилось. Спасибо вам большое, что подняли настроение нашим зрителям. Әрине, бүгін жұма күні көңіл-күйлеріміз жалпы көтеріңкі көңіл-күйі болу керек. Енді осы тұста енді шалқыма ансамбль деп айтып жатырсыздар ғой. Неліктен осы бір ансамбльдің атауы шалқыма? Жалпы тарихы қандай? Шалқыма ансамблі енді жаңа айтып кеткенімдей 2000 жылды құрылды деп жатырмын. Қыздардың құрамынан құралғаннан кейін, біздің қыздарымыз осы халық әндерін насихаттауда жұмыс істеп жатқаннан кейін, осы халық әндерін шалқытып, кеңінен таратып, мына біздің Қазақстан, оның арасында біздің репертуарда Қазақстанның композиторларының әндері бар. Сол Қазақстанның, біздің қазақ халқының әндерін шалқытып, солай әндетіп жүрейік деген бағытта, ниетпен, шалқып жүрейік деп, сондықтан шалқыма деп қойдық. Өзіміз бір ауыздан. Жалпы енді осы бір ансамбльге, осы бір топқа қалай келдіңіздер, қалай қосылдыңыздар? Енді әрбір нәрсенің өзінің бір тарихы бар ғой, сол бір тарихтарыңызбен бөлісіп өтсеңіздер, жеке-жеке. Мен осы шалқымаға 2017 жылы келдім. Негізі өзім ауылда тұрам, осы Қостомар деген ауыл, 750 шақырым жерде. Осы мәдениет саласында жүргеннен кейін ауылда мәдени ұйымдастырушы істеймін. Сосын енді домбырамен ән салып жүргеннен кейін жетекшіміз Айнұр Толыбайқызы ән саласың, көрсей, біздің топқа кір деп ұсыныс жасап, бұл кісі енді мені көріп жүргесін ауылда аудандық байқаулар болады. Ауданға келіп жаңағыдай конкурстар, байқауларға қатысамыз, сосын көріп, мен өзінің мүшесіне қосып алдым осы топқа. Енді осы шалқыма вокал домбыра тобында міне 2017-тен бері жұмыс жасап келеміз бірге. Жетекшімізге рахмет. Мархабат. Мен 2020 жылдан бастап осы топтамын. Негізі домбырамен ән айтпайтын, домбыра ғана ойнайтынмын. Айнұр апай мен Зелиха апай тағы бір қырынан аштырды. Домбырамен ән айтуды үйретті. Солай осы топтам 2020 жылдан бастап домбырамен ән айтып жүрмін апайлармен бірге. Байқауымша топтағы ең жасы өзіңіз, яғни жалпы тәжірибе бойынша қалай болып жатыр? Негізі айта кету керек, негізі бұл кісілерден мен өте көп нәрсе үйрендім, әлі үйреніп келе жатырмын. Ол тек қана домбырамен ән айту ғана емес, жалпы жаңағындай өз-өзіңді қалай ұстау керек деген сияқты, адамдармен қалай сөйлесу керек деген сияқты. Негізі жаңағындай өзіме көп нәрсе үйреніп келе жатырмын осы кісілерден. Өте керемет, Енді біз сұхбатымыздармен қарата жалғастырамыз. Дегенмен біздің студия төрімізге келіп түскен тағы бір қоңырау бар екен, Алло. Алло, здравствуйте. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алло. Түсінуімізше байланыс әлсіз сияқты, әлде қалай? Енді бізге айтып жатыр, жалпы осы бір тікелей эфир болғандықтан осы бір түрлі жағдайлар болып жатады, сондықтан да өкінішке орай үзіліп кеткен жағдай бар екен. Дегенмен де құрметті телекөрермен, егер де өзіңіздің жылы лебізіңіз немесе сұрағыңыз болса, онда біздің 54-39-04 байланыс номеріне қайтадан хабарлассаңыз болады. Можете повторить свою попытку, но мы пока продолжаем разговор. Жалпы енді тағы да қандай бір өздеріңізбен қосалқы әндерді шырқап жүрсіздер? Енді қоржындарыңызда қандай әндер бар? Енді халықаралық байқаулардың жеңімпазысыздар, енді осы тұста қоржындарыңызда көп деген әндер бар деген ойдамыз. Біздің репертуарымызда әрине жаңағы біздің қазақ халық әндерін насихаттап жүргендіктен біздің қоржында әрине бізде көбіне халық әндер көп. Және де жаңағы біздің өзіміздің Қазақстан композиторлерінің әндері көп. Жаңағы атап айтса Алтынбек Қорызбаев ағамыздың, Шәмші Қалдаяқов, жаңағы айтып өткенде өзіміздің жерлесіміз Ерлан Нұрғалиевтің әндері бар. Сол осы халық әндерінің арасынан жаңағы жан-жақтан жинап, жаңағы попури шығарамыз. Көптеген әндеріміз бар.
Құрметті телекөрермен, Тобыл тынысы бағдарламасы өзінің тікелей эфирлік жұмысын әрмен қарата жалғастыруда. Естеріңізге сала өтейік, біз сіздермен 90 минут бойы тікелей байланыстамыз, тікелей эфирдеміз. Егер де сіздердің бізге қояр, немесе біздің студия төрімізге келген қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, онда әрине біздің байланыс номерімізге хабарлассаңыздар болады. Ну, мы продолжаем? Әрине жалғастырамыз. Енді бізде айтып жатырмыз ғой, қазақылықты, былай айтқан кезде қазақы нақыштағы киімдермен қоса осы біздің қазақы әндерімізді ұлықтап жүрген, дәріптеп жүрген жандардың бірегейлерсіздер. Енді осы тұста Зілиха апай, өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы осы бір топқа қалай қосылдыңыз, қалай келдіңіз дегендей? Әрине, мен бұл өнер саласында жүргеннен кішкентайымыздан енді өнер жолындамыз. Өзі бала кезімізден жанұялық ансамбльдеріміз болған, өзім негізі Наурызым тумасымын. Сол осы Алтын дән мәдениет үйіне 2005-тен бастап жұмыс атқарып жатырмын. 2008-ден бастап осы Айнұр Тойолайқызы екеуміз осы жаңағы Сайына деген қыз бар, сол үшеуміз бастадық. Біз сол жылдан бастап осы жылда келе жатырмыз. Осы эстрадалық әндер айттық, және осы домбырамен осы біраз жылдар неке сол. Түсінікті. Жалпы нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жатамыз ғой. Осы бір домбыраның қасиеті жөнінде айтып өтсеңіздер. Біздің ұлттық аспабымыз дегендей. Ал енді бұл нағыз қазақ домбыра деп, әрине әр ұлттың өзінің жеке бір аспабы болады. Сол сияқты біздің өзімізді қазақ елін қазақ қылып жүрген осы біздің қара домбырамыз дейміз. Қазақтың қара домбырасы күмбірлесе, әрбір қазақ елі діретпей тұрмайды деп ойлаймын. Әрбір қазақтар әудемейден қазақ жоқ дейді ғой. Сол сияқты қай бір қазақты алсаң да бір енді домбыраны алып білмеймін деген күйдің өзінде бір домбыраны шертіп кетеді деп ойлаймын. Мысалы енді жаңағы ол өйткені мына біздің ортамыздағы жаңағы Таңшолпан қызымыз, мысалы өзі негізі қобызшы, қобыз мамандығы, қобыз классын бітірген. Біздің Тобыл сазы, ауданымыздағы Тобыл сазы оркестрінде ойнайды қобызда мысалы. Енді домбыраны қоса алып жүр мысалы. Негізі былай мамандық болмағанмен домбыраны мысалы бізбен бірге қарап, әдемі үйреніп тартып кеткен. Сол сияқты біздің қазақтың осы киелі домбырасы, біздің қазақтың халық әнін осылай әрқашан әуелетіп, шырқап, осылай жүре беретсін деп ойлаймын. Өте керемет. Жалпы енді осы тұста жастардың көзқарасы қалай деп ойлайсыздар? Осы домбыраны үйренуге деген талпынысы қандай? Өте жақсы деп ойлаймын, өйткені бізде қазір жас балалар көп. Домбыра маған өзіме кішкентай вокалға, кішкентай қыздар келеді. Вокал сабағынан беремін. Олардың ішінде де көбісі сұраныстар бар. Апай домбыра, өзім домбыра ойнағасын, балаларда домбыра үйренгіміз келеді деген. Осында көп деген. Олардың талпыныстары өте домбыраға деген күшті деп ойлаймын. Бізде енді домбыра сабағы бар, соған қатысып жатады жас балалар. Ауылда да мысалы айтып кетейін. Қай ауылда болса да қазір енді кружоктар ашып жатыр ғой. Біздің ауылда да мысалы Айсар ауылында да, біздің Қостомар ауылында да осы домбыра кружогы бар. Талпыныс бар, кішкентай бір оқитын баланың өзі домбырасын алып қазір кружоктарға барып жүр, күй тартып. Сондықтан домбыраның күші қуатты деп өзім ойлаймын, өзіміздің қазақтың домбырасы. Түсінікті. Жалпы енді алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіздер, қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытта енді осы алдағы мерекелік концерттерге әрине өзіміздің репертуарымызға әндерді дайындап жатырмыз. Және де тағы да ізденіс үстіндеміз. Жаңадан мысалы біздің халық әндері көп қой айтылмай жүрген. Сондай айтылмай ұмытылып бара жатқан халық әндерін шығару сол ойымызда бар. Және де мына біз осы алдағы сәуір айында бізге КТК телеарнасынан бізге бір ұсыныс келіп тұрған, сол ұсыныс келіп түсті. Ол жерде телевизиялық шоу жүргізіліп жатыр екен. Келшір қайық деген бағдарлама. Соған шақыртылып кастингтен өттік. Енді Алла қаласа сәуір айының ортасына қарай
шақырып барамыз. Өте Жолдамаларымыз бар. Өте керемет, құттықтаймыз. Ең басты сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді эфирдің басында айтып өткендей, жалпы сұхбаттың басында айтып өткендей, жұп болсын деп тағы да бір әуен сұраймыз дедік қой, сол бір ұсынысымды қабыл алсаңыздар. Қалағаны беуай дейді. Қалам алып қолыма жазамын хат, өзім арзан болсамдай, сөзім қымбат беуайдай. Бекер қарап отырған жараспайды, қар өлеңмен айтайын аз насихат беуайдай. Былтырғым мен биылдай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзінде аударылған дүние. Жүруші едік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әлі іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Қалам алсам қолыма қарысады, бәсекемен қош жүйрік жарысады беуайдай. Жүйрік жайын беу құрбан білмеуші мен, біреу озып біреу ай қалысады беуайдай. Былтырғым мен биылдай, қолда жоқтың қиынай, ұстаран жүзінде аударылған дүние. Жүруші едік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әлі іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Әлі іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Өте керемет, жалпы біздің осы домбырамыздың, қара домбырамыздың, онымен қоса сіздердің дауыстарыңыздың үні деген тіпті осы біздің студияның бәрін алып кетті деп атасақ болады. Бізге және де біздің көрермендерімізге керемет бір көңіл күй, керемет бір әсер қалдырғандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Және де енді алдағы уақытта өздеріңіз жоспарларыңыз тек жақсы нәтижемен жүзеге аса беруіне тілектеспіз. Енді біздің сіздермен сұхбаттаса бергіміз келіп отыр, дегенмен уақыт өзінікін алады. Сондықтан да сіздерді керемет көңіл күймен, керемет әсермен студиямыздан шығарып салсақ, ал құрметті телекөрермен біз эфирімізді әрмен қаратай жалғастырамыз. Біздің студия төрімізге келіп жайғасатын екінші лектің қонақтары да бар. Сондықтан біздің артадан алыстамаңыздар.